Армысыздар, эфирде Energy Time, студияда Аяжан Абдықалық. Әдеттегідей мекеме жаңалықтарынан құлағдар етуді жалғастырамыз. Технический персонал должен пройти один. Энергосистема мекемесінде қауіпсіздік ережелерін білудің маңыздылығы зор. Жаз, өрт қаупі жоғары мезгіл. Өрттің алдын алу мақсатында мекемеміздің Мұғалжар ауданы электр жүйелері учаскесінде өрт кезіндегі қауіпті жағдайларда өзін-өзі ұстау алгоритмі пысықталып, тәжірибелік сабақ өткізілді. Биыл энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 20 жыл. Елмен бірге еңсерген осынау жыл ішінде мекемеміз көркейіп, жанданып келеді. Осы тұста мекеме өзінің мерей жылдығына орай электр жарығының ішкі әлемінен хабардар, мекеменің тарихында өз атын қалдырғысы келетін нағыз мамандар үшін мекеме әнұраны байқауын жариялайды. Байқауға мекеменің кез келген қызметкері қатыса алады. Байқау шарттары жөніндегі толық ақпаратты мекеменің Instagram парақшасына жариялаймыз. Жаздың маңызды маусымы, мекемеде жұмыстардың қызған шағы. Бұл орайда әуе желілері қызметінің мамандары қаладағы желілерді жаңартып, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Сазды ауданында жаңадан мына көне апорларды жұлып алып, орнына жаңа апорлар салып жатыр. Негізі бұл жерде біздерде капремонт және инвест программа болайын деп жатыр. Апорлар қойғаннан кейін жаңа сымдар тартылады. Осы күрделі жұмыстың болып жатқан жағдайы келешекте халыққа берілетін жарықтың жақсаруы. Аудандық электр желілері учаскелерінде жаңарту жұмыстары белең алуда. Мұғалжар ауданының бас учаскесінде жөндеу құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бізбен байланыста Мұғалжар ауданының басшысы Мейрамбек Маратұлы. Ағымдағы жылдың жоспары бойынша Мұғалжар электр желісінің учаскесінде әкімшілік ғимаратында күрделі жөндеу жұмыстары мердігер мекемемен жүріп жатыр. Қазіргі таңда 3-ші қабаттың жұмыстары аяқталу барысында. Ақтөбе қаласының әкімі Азамат Бауыржанұлы Бекет энергосистема мекемесінің қосалқы станцияларымен танысып, мекеменің қысқа дайындық бойынша жоспарын тыңдады. Кездесу барысында қаланың 25% электр қуатымен қамтамасыз ететін Саздинская станциясы жөнінде мамандар маңызды ақпараттарды баяндап, желілерде жүргізілетін алдағы уақыттағы жұмыстар барысымен бөлісті. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Рүстем Орынбасарұлының төрағалығымен кеңес өткізілді. Хабарлама таратуды тапсырам. Аталмыш кеңеске облыс бойынша қалалық және аудандық электр желілері учаскелерінің басшылары қатысып, бекітілген тапсырмалар мен 2023 жыл және ағымдағы жылдың 5 ай бойынша есеп берді. Қатысушылар тарапынан іс-шаралар бойынша пікірлер білдіріліп, сұрақтар қойылды. Атқарылған жұмыстар бойынша талдау жасалып, сонымен қатар алдағы жұмыс жоспары талқыланды. Батсик ауданының тұрғындары енді электр жарығына қатысты сауалдарына жауапты тез әрі қолайлы түрде ала алады. Себебі бұл ауданда мекеменің жаңа электр желісі учаскесі ашылды. Энерго бөлімшеміз дүйсенбіден жұма аралығында 8-ден кешкі 5-ке дейін жұмыс жасайды. Осы аралықта сіздердің сұрағыңызға жауап беріп, ақпарат беруге дайынбыз. Энергосистема мекемесі электр қауіпсіздігі ережелерін сақтаудың маңыздылығын естеріңізге салады. Қауіпсіздік ережелері жөніндегі толық ақпарат мекеменің ресми Энергосистема 04 парақшасында көрсетілген. Бұдан бөлек бізді басқа да әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Үйден шығарда жарықты сөндіріп, электр тоғын ажыратуды ұмытпаңыздар. Динара Манарбек қызы, Аяжан Абдықалық, Әдемі Сайлаубай, Асылбек Жұбанышев.